Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. 2024 жылғы педагогикадан келіп жатқан жаңа сұрақтармен таныс боласыздар. Бірінші бөлім. Алдыңғы бөлімдерді менің арнамнан көре аласыздар. Бірінші сұрақ. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ. Дұрыс жауабы төмен дәрежелі. Екінші. Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мақұлдау кезеңдерін қамтитын тәсіл. Дұрыс жауабы дәлелдеу. Үшінші сұрақ. Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен мұқият бағалау жүргізілген әңгіме түрі. Дұрыс жауабы кумулятивтік әңгіме. Төртінші сұрақ. Сабақта қолданылатын әдіс тәсілдерді, мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы. Дұрыс жауабы педагогикалық білім. Бесінші сұрақ. Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы. Дұрыс жауабы оқыту ортасын құру. Алтыншы сұрақ. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе. Дұрыс жауабы нені енгізу қажет. Жетінші сұрақ. Ұжымдық өзара білім алмасуға жағдай туғызатын және қолдаушы болып табылатын оқыту түрі. Дұрыс жауабы диалогтік. Сегізінші сұрақ. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді. Дұрыс жауабы өз жауабын түзетуге, нақтылауға. Тоғызыншы сұрақ. Оқушының оқуына жазалауға ұшырамау, нашар баға алмаудың ықпалы. Дұрыс жауабы сыртқы уәж. Оныншы сұрақ. Оқудағы зертханалық эксперименттер нәтижесінде түрткі реакция моделі әзірленген тәсіл. Дұрыс жауабы бихевиористикалы. Құрметті әріптестер, осымен бірінші бөлім аяқталды. Қазақ тілді контентті қолдай отырыңыз, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Екінші бөлімде кездескенше.